Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді штрудель тағамын дайындайтын боламыз. Өте дәмді шығады және жарасалу жолы да ерекше. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Балаларыңызға, қонақтарға осылай жасап берсеңіздер. Өте дәмді тағам. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қоя кетіңіздер. Ең бірінші, пияз, картоп, сәбіздің сыртын ашып, көкөністерді дайындап аламыз. Менде 3 пияз, орташалау және 5-6 картоп кетті, және 2 сәбіз аршыдым. Бөлек ыдысқа қамыр илейтін боламыз. 1 жұмыртқа және ұн салып, су мен тұзды араластырып дайындап қойып, ұнға құйып араластырып, әдемелеп қамыр илейтін боламыз. Кәдімгі қамырауқаттың, бесбармақтың қамырындай қылып илейміз. Ары қарай тағамымыздың подливін дайындауға жалғастырамыз. Етті осылай орташа көлемде турадым және пиязды да жарты сақина етіп, екеуін турап алдым. Сәбізді де қатты майдаламай турап аламыз. Картопты тура осы видеодағыдай тураймыз. Бұны да қатты майдаламаймыз. Соңында қалған 2 пияз бен 1 сәбізді қамырдың ортасына салуға осылай майдалап тураймыз. Және сәбізді теркадан өткізіп, пияз бен сәбізді бөлек қойып қоямыз. Менде барлығы дайын болды. Одан соң подливке кірісеміз. Майды қыздырып, етті салып, жақсылап қуырамыз және подливке қосатын пиязымызды салып қуырамыз. Етіміз бен пиязымыз қуырылғанша бөлек ыдысқа қамырдың ортасына салатын начинканы дайындаймыз. Пияз бен сәбізді салып, үстіне тұз сеуіп, жақсылап араластырып қоямыз. Әрі қарай подливті дайындау жалғастырамыз. Пияз бен етіміз қуырылып жатыр, оның үстіне сәбізді қосып, шамары араластырамыз. Және дәмдеуіштер қостым. Тұз, паприка және шамалы үйдегі бар приправаны қосып жібердім. Жақсылап араластырып, туралған картопты да салып, шамалы қуырып, бетін жауып қоямыз. Ол екі ортада біз подлив дайын болғанша қамырымызды жақсылап жаямыз. Міне бізде картоп шамалы қуырылды. Енді картоптың бетінен асырып, су құйып, шамалы томатты суға араластырып, барлығын біркелкі араластырып, бетін жауып, картоп піскенін күтеміз. Біз қамырымызды жайып дайындап қойдық. Енді ортасына сұйық майды жақсылап жағамыз. Ортасы жабысып қалмау үшін сұйық май жағамыз. Барлық шет-шетінің барлығына жету керек. Енді алдын ала дайындап қойған начинкамызды осылай сеуіп шығамыз. Барлық жеріне жету керек. Міне сеуіп болды. Енді осылай рулет қылып ораймыз. Менде үлкен қамыр шықты. Әркім өзінің жанұясының көлеміне қарай қамырды илесе болады. Кішірек қылып илесеңіздер де болады. Және осылай астына доска қойып турап аламыз. Біздің подливіміз қайнап жатыр. Осы подливтің үстіне қамырымызды осылай қойып шығамыз. Және барлығын қойып шыққаннан соң 15 минут
пісіреміз. Міне, біздің штрудель тағамымыз дайын болды. Бетіне подливтің шамалы майынан осылай құйып жіберсеңіз, өте дәмді болып шығады. Шамалы ерекшелеу тағам жасағыңыз келсе, осылай жасап көріңіз. Өте тойымды әрі дәмді. Рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып қоюларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.